Мына қай жер? Мұнда той болып жатыр ма? Таптым. Бұнда көшпенділердің мәдени құндылықтарының бірі Наурыз мейрамы тойлануда екен ғой. Наурызда көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда, таяу шығыс елдерінде тойланып келеді. Ұлыстың ұлы күні, ұлттық ойындар ойланып, салт-дәстүрлеріміз орындалып, ата-әжелеріміз көрседі. Бұл кезде Наурыз көже жасалынады. Балалар асық атып, ән айтып, би билейді. Палуаншылар күресіп мықты анықталады. Аталар ақ мол болсын, ұлыс оң болсын, Қыдыр баба қолдасын деп бата береді. Наурызды Самарқанның көк тасы еріген күн деп есептейді. Себебі бұл күні күн мен түн теңеледі. Наурыз жыл басы болып есептеледі. Бұл мейрам бүкіл ұлтқа ортақ мейрам.